Ресей президенті Владимир Путин Херсон және Запорожье облыстарын тәуелсіз аймақ ретінде тану туралы жарлықтарға қол қойды. Халықаралық құқықтың жалпы қабылданған қағидаттары мен нормаларына сәйкес 2022 жылғы 27 қыркүйекте өткен референдумда Херсон халқының ерік-жігерін ескере отырып, Біріккен ұлттар ұйымының жарғысында бекітілген халықтардың тең құқықтылығы мен өзін-өзі анықтау қағидатын мойындап және растай отырып, Херсон облысының егемендігі мен тәуелсіздігін мойындауға қаулы еттім делінген құжатта. Екінші жарлықта Запорожье облысының егемендігі мен тәуелсіздігін мойындау туралы айтылды. Күні кеше жұма күні Кремльде Ресей құрамына 4 жаңа аумақ, Донецк және Луганск халық республикаларын, сондай-ақ Херсон және Запорожье облыстарын қосу туралы шарттарға қол қою рәсімі өтетіні белгілі болды. Оған Путин мен парламент мүшелері қатысады. Мемлекет басшыларының баспасөз хатшысы Дмитрий Песковтың айтуынша, рәсім сағат 15:00-ге жоспарланған. Содан соң Путин аталған аймақтардың басшыларымен кездесу өткізеді.